Аманат партиясының республикалық қоғамдық қабылдауы Солнечный кентінде бастау алды. Оған партия қызметкерлері, аманаттық, облыстық және қалалық мәслихаттарының депутаттары, атқарушы билік өкілдері қатысты. Аманат партиясы әрдайым ауылдық елді мекендерге ерекше көңіл бөледі. Осы мобильді қабылдау жобасы соның бір мысалы. Жобаның мақсаты ауыл тұрғындарын қабылдап, олардың сұрақтарын тыңдап, олар көтерген мәселелерді шешу жолдарын табу. Мобильді қоғамдық қабылдаулар жобасы 2022 жылдың 14 наурызында тұсауын кесті. Осы күнге дейін 1802 шалғайдағы елді мекендерде болдық. Оларда 8.000-нан астам азаматтар қабылданды. Көтерілген сұрақтардың 93%-ы оң шешімін тапты. Бүгін міне осындамыз және сіздердің сұрақтарыңыздың шешу жолдарын қарастырамыз. Сонымен бірге Аманат партиясы құқықтық көмек жобасында бастаған екен. Оның мақсаты азаматтарға соттық, құқықтық консультация беру. Осы орай қабылдауға республикалық заң консультанттары алқасы басшысының орынбасары Әбдікәрім Ақжанов, Павлодар облыстық заң консультанттары палатасының жетекшісі Салтанат Қайдарова да қатысты. Ал келушілерді әртүрлі сұрақтар алаңдатуда. Соның бірі бос тұрған пәтерлерді қалпына келтіруге арналды. Квартир не хватает. В очереди стоящих людей более 100 человек. Пәтерлер жетіспеуде, 100-ден астам адам пәтер алуға кезекте тұр. Сондықтан осы сұрақтардың шешімін тапқанын қалаймыз. Біз осында тұрамыз. Кенттің сәулеттік келбеті жақсарғанын, пәтерлерімізде де жылы жайлы болғанын қалаймыз. Сондықтан сіздерге осы пәтерлерді жөндеуге қолқабыс беріңіздер деген нақты өтінішіміз бар. 24 квартир. Солнечный кентінде 24 пәтер қаңырап бос тұр. Оларға былтыр түгендеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінде пәтер алуға кезекте тұрған бюджеттік мекеме қызметкерлері бар. Міне соларға өз қаржысы есебінен жөндеп алып, пәтерге кіріңіздер деп ұсыныс жасадық. Бұдан басқа бізде пәтерлері қалпына келтіру бағдарламасы бар. Өкінішке орай, бұл жағынан қаржы шектеулі. Шамамен 30 миллион теңгедей бөлінді. Ол тек 6-7 пәтерді жөндеуге жетеді. Бірақ бізде қаламыздың өзінде жөндеуді қажет ететін мемлекеттік меншігіндегі пәтерлер бар. Қалада 5500, Солнечный кентінде 84 адам пәтер алуға кезекте тұр. Сондықтан пәтерлерді беруде басымдық қала тұрғындарына беріледі. Былтыр бюджеттік қаржы есебінен Солнечный кентінде бір пәтерге жөндеу жасап, кезекте тұрғанға бердік. Биыл 5 пәтерді жөндеуге өтініш жасалды. Жұмыстар аяқталғасын кезекте тұрғандарға беріледі. Бұл бағыттағы жұмыс жыл сайын жалғасын табуда. Солнечный кентінің дәрігерлік амбулаториясының жағдайы да көтерілді. Бұл денсаулық сақтау мекемесі жөндеуді талап етеді. Оның үстіне ғимарат әу баста амбулаторияға лайықталып салынбағаны айтылды. Бұл ғимаратқа жөндеу жасау керек пе, әлде жеке ғимарат салуымыз керек пе деген сұрақтарға жауап беру үшін ғимаратқа техникалық зерттеу тексеру жасалынды. Оны жасайтын кәсіпорынды анықтау үшін конкурс жарияланды. Нәтижесі маусымның 12-сі күні белгілі болады. Және техникалық зерттеу тексерудің қорытындысына қарай бір шешім қабылданады. Не жаңа ғимарат салынады, не ғимаратқа реконструкция жасалынады. Тағы бір өзекті мәселе қоғамдық монша. Бір жылдары оның салтанатты ашылуы болғаны да есімізде. Бірақ бүгін есігі жабулы, дегенмен терезелері бүтін екенін байқауға болады. Дегенмен оны қайта жұмыс ету үшін инвестор керек екені айтылды. Кенттің орталығындағы абай алаңын абаттандыру мәселесі де тұрғындарды алаңдатуда. Оған мынандай жауап берілді. Оған проект аспекті документация уже бар бүгінгі таңда. Енді бақылауға алынатын болады бұл жұмыс шақырма. Бүгінде бір күнде істемейді, біртін поселоктарымыз жұмыстар атқарылып жатыр ғой. Оның бәрі керек енді, бірақ бір күнде шешіледі деп айта алмаймыз. Бәрі қаражатқа байланысты. Оның бағасы бүгінгі таңда 34 миллион екен. Ол бар сұрақтарымыз. Завод Шарыпқанов ағамыз кенттің шетінде тұрамын, су тартып беруге болмайды ма деген өтінішін ала келіпті. Мен сіздерге келіп арыз тілек айтайын деп отырғанмын. Анау жеке жерде тұрамын, бір шақырым. Сода су жоқ. Сода 95-тен бері су тасып ішіп келдім. Шетін су жоқ. Оларға мен түсіндіріп айтқам. Если керек болатын болса, өздеріңіз ғана тартасыздар. Біз ана жерде бұл чап береміз, ана құдықтан ары қарай тартуға. Содан ары қарай өзіңіз тартасыздар. Оған техусловие керек, бізге заявка бересіз, техусловиені жасайды. Сосын ана жерге өзіңіз, бірақ өзіңіздің қалтаңыздан берді. Тұруаңыз бәрі. Мемлекеттік тіл мәселесі де жеке мемлекет болғаннан бері күн тәртібінен түспей тұр. Отан отбасынан басталады. Дұрыс па? Иә. Бүгінгі таңда ешкімге кім өз еркімен
қызметте болсын, жұмыста болсын, мемлекеттік тілде жұмыс істегеніміз өте орынды ғой. Сондықтан ол әр адамның өзіне отбасынан басталады ғой. Отбасында дастархан басынан үй ішінен тәрбие басталады, дұрыс па? Содан кейін мектебіміз бар, садигіміз бар деген сияқты. Ол өкінішке орай бар ондай жағдай. Дегенмен бірақ қоғам болып шешу керек шығармыз бәріміз. Ұлт тілі бірінші тіл дегенде неге біздің сегіз қазақ азаматшалар орысша сөйлейді. Соған мен іштей ауырамын. Өздерінің намыстары жоқ па, или сүйегідеріне батпаймын. Осы мен түсінбей ақ қоямын. Қалай? Есе Атажанда жазды ма, оны орнынан босату керек. Басқа білетін, тілді білетін кісіні қоймайды. Сіз мемлекеттік қызметте жүрсіз? Я қызметкер туралы болсын, қай жерде болсын, бір жиналыс болса, бірінші орысша сөйлей бастайды. Одан кейінгі кездесу Теміржол ауылдық округінің орталығы Құлақкөл ауылында ұйымдастырылды. Бұл елді мекен тұрғындары негізінен ауылға кіреберіс жолды жөндеу сұрақтарын көтерді. Первая наша проблема — это вот эта наша дорога. Мына жерде глиняный карьер бар ғой, соны декалит деген алды. Сол 14 миллион налогын төлеп біздің счетқа түсті. Обычно ол областный бюджетке соған кетіп қалатын. Мына карьерлерден ондай ақша түсіп тұрған жоқ. Мына бірінші рет мынандай сумма түсті. Сразу осы поездық ақшасын бөлдік. 2 миллион 780 мың теңге. Сосын 4 миллион неге линияға 5 километр линия тартуға. Құдай көрге. Ограждениесіне парктың, детский площадка бөлдік. Биылғы қайтадан жасаған поезды 630 миллион құрап отыр. Енді қазір экспертизадан өту керек. Биыл тек сметалық жоба болады. Оны дұрыс түсініңіз, биыл сізге сметалық жоба болмай ақша бөлінбейді. Ендігі жылы, егер сметалық жоба экспертиза бәрі дайын болса, значит, облыстық депутат ретінде, біз Самат партиясы ретінде ол сұрақтарға қарай нетеміз, көтереміз. 2 жылдан кейін осында асфальт болады деп мен саған сендіріп айта аламын. Оған дейін қазір ертесі істеп қойды, айта алмаймын осы сөзді. Бұдан басқа Құдайкөл ауылының кіреберіс жолын жөндеу жобалық сметалық құжаттары дайындалып, бүгінде сараптамадан өтіп жатыр екен. Тағы бір өзекті мәселе орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету жүйесін ұстап тұру. Ауыл әкімінің айтуынша округке осы мақсатта 15 миллион теңге қаржы бөлінген. Яғни округтегі әрбір ауылға 5 миллион теңгеден қаржы бөлінеді.